Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен зарийный манты, яғни қуырылған манты дайындайтын боламын. Ол үшін қамырымызды дайындап аламыз. Қарапайым ғана ұннан, судан, тұздан қамыр илейміз. Қамырымызды қаттырақ иін қандырып илейміз және 10-15 минутқа демалдырамыз. Қамырымыз дайын болғанша салмамызды дайындаймыз. Ең алдымен бізге тартылған ет, құйрық май, картоп, пияз және тұзымызды, бұрышымызды салып араластырамыз. Салмамыз дайын. Ендігі кезек демалған қамырымызды мантының қамырындай етіп илейміз. Иленгеннен кейін дөңгелек формада жасаймыз. Әрқайсысына салмамызды салып шығамыз. Видеода көріп тұрғандай салмамызды салып, екі сетінен әдемі етіп бөліп шығамыз. Бір ескеретін жайт, мантымыз күйген кезде асық қалмауы керек. Міне көріп тұрғаныңыздай запырақ тәрізді болады. Қызып тұрған майға мантымызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Ендігі кезек қуырылған мантыларды мантываркаға салып, 45 минут шамасында пісіріп аламыз. Осымен біздің қуырылған мантымыз дайын болды. Жасап көруге кеңес беремін. Және де менің каналыма тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болыңыздар.